Мен мысалы бәріне айтам, мысалы кейбіреулер келеді да, маған айтады, ой, маған тек қана ауызекі тілде сөйлеу керек, сол ауызекі тұрмыстық фразаларды түсіндірсеңіз болды. Мен айтам, айналайын, грамматиканы білмесеңіз, қалай сөйлейсіз дұрыстап, иә? Қателер шыға береді ғой, енді сол. Ал енді шынымен де қазақ тілін кез келген басқа тілді үйрену үшін кино көру керек. Музыканы, мысалы, мен апта сайын жексенбі күні бір рубриканы жүргіземін Инстаграмда. Қазақ әндерін алып, анау караоке ретінде аудармасын жазып жіберемін, қазақшасын жазып жіберемін. Солай, оқырмандарым, Инстаграмдағы парақшаның жазылмадарым маған кері байланыс береді. Қазақ тілін қалай үйрендіңіз? Ал мен бәріне айтам, ұстазымның арқасында. Ауылдағы мектепте, орыс мектебінде оқыдым, білім алғам. Ал 5-6 сыныптардан бері Мағжан Жұмабаев, Абай оқуларына барып жүргем. Сол қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін ұстазымның арқасында қазақ тіліне осындай ерекше бір сүйіспеншілігім, қызығушылығым пайда болды. Соның арқасында. Олимпиадаға барған кезде қазылар алқасы маған бір сұрақ қойыпты да, ал мен 5-ші сыныпта болдым ба, сол есімде жоқ. Ал мен дұрыс түсінбей қалдым сұрақты, және жауапты берген кезде кішкене басқа жаққа кетіп қалдым. Иә, сол қаста тұрғандар бәрі күле бастады. Сол мен үшін, енді ондай жағдай болмасыншы, дұрыстап үйреніп алайыншы, түсіну үшін ғана емес, сөйлеу үшін деп. Ал иә, дүкенде бір жағдай болды. Екі қыз отыратын, мен аяқ киімді сатып алдым да, осылай киіп көрініп, айнаға қарайтын болдым. Енді айтып, ойбой, аяғы толық. Мен айтсам, аяғым толық емес, айтпаңдар солай. Демек, сырттан дәл осылай қателескенді көрген адам түзету керек. Түзету керек? Иә, күлу емес. Иә, күлмей. Иә, дұрыстап айтып, көмектесу керек. Қолдау көрсету керек. Әсіресе балаларға, кішкентай балаларға былай айтады, қазақша сөйле, орысша сөйлеме дейді да. Сосын желаниесі, қалаусы жоқ болып кетеді. Сонда мен айтам, айналайын, назар аудармай қойшы, қате айтсаң да айта бер, сөйлей бер. Сонда ғана тілін ашылады, кішкене сөздік қорында байытылады. Сонда тек қана сөйлеу керек көбірек. Енді қазақ тілін енді үйреніп жатқан, үйренуге қызығушылығы оянған адам қандай автор, қандай кітаптан бастаған дұрыс, қалай ойлайсыз? Енді қазақ тілі екен деп, бұл қазақтың мағынасы осында жатыр деп Мұхтар Әуезовке Абай жолына кіріп кеткен дұрыс емес шығар? Иә, Абай мен Мұхтар Әуезовтың шығармаларында қиын тілде жазылған өлеңдер бар, шынымен де. Жаңа ғана тілді үйреніп бастаған кісіге қиын болады деп ойлаймын. Сондықтан мен бәріне Бектуров деген автор бар, кітапты кеңес ретінде айтам. Себебі анда грамматика мен лексикасы араластырылған тапсырмалар көп. Сол үйренуге болады. Ақырын басынан бастап, фонетика, сосын сөйлеу қабілетін дамытуға да болады. Ал классика жағынан, роман, шығарма? Классика жағынан, енді Абай атамыздың шығармаларын оқуға болады. Мысалы, мен мектеп кезінде Абай жолын қазақша да орысша да оқыдым. Себебі түсінікті болу үшін. Иә, кейбір қазақша сөздер түсініксіз болды мен үшін, сондықтан орысша да оқыдым.